Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге өзгеше жасалынатын ораманан ханым жасайтын боламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Тұз саламыз татымына қарай. Екеуін араластырамыз. 200 миллиграмм су құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Ал енді ұнымызды салып, примерно 400 миллиграмдай ұнымыз кетеді. Жақсылап тұрып, қамыр илейтін боламыз. Ал қамырымыз дайын болды. Жақсылап тұрып илеп, бір 20 минут 30 минутқа тындыратын боламыз. Қамыр жақсы жайылу үшін. Енді ішіне салмамызды дайындайтын боламыз. 300 граммдай фарш, үстіне 3 пиязымызды майдалап турап алдым. 3 картопымызды да қырғыштан теркадан өткізіп алдым. Үстіне 1 қасық паприка, 1 қасық кориандр, тұз салып, жақсылап тұрып, барлығын араластырып аламыз. Бір қасық қара бұрышымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне ішіне салмамыз дайын болды. Енді тестамызды, қамырымызды пышақпен 4 бөлікке бөлеміз. Ал міне тестамызды 4 бөлікке бөліп алдық. Үшеуін пакетімізге салып, біреуін жаятын боламыз. Ал міне тестамызды жайып алдық. Өте жұқалап жайып аламыз. Жайған қамырымызға майымызды жағып аламыз, барлық жеріне тигізіп.
Енді пышақпен қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді жаңағы дайындаған салмамызды 4 бөлігіне салып шығамыз. Енді салмаларымызды барлық жеріне тигізіп жайып шығамыз. Енді дәл видеодағыдай жоғарысынан төмен қарай орап шығамыз. Ішке қарай орап, дәл осылай домалақтап етіп, үстін басып қоямыз. Міне орамаларымыз дайын. Дәл осылай барлығын орап шығамыз. Енді листімізді майлап, орамаларымызды листімізға теріп, 45 минутта газге пісіріп алатын боламыз. Ал міне орама нандарымыз пісіп шықты. Енді үстіне кетчупымызбен әрлейтін боламыз. Үстіне укроп, көк пияз себеміз. Баршаңызға рахмет. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Келесіде қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Жаңадан видео шықса, біріншілерден болып көретін боласыздар. Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге крабовый палочкадан оңай әрі тез дайын болатын өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Витаминдерге толы, видео жасап көріңіздер. Салатқа керек заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Менің арнамнан алыстамаңыздар, күнделікті жаңа видеолар шығарып тұратын боламын. Ал бастайық. Крабовый палочкамызды дәл осындай етіп, ұзындау етіп турап аламыз.
крабовый палочкамызды ыдысымызға салып аламыз. Бұның үстіне кішкене қара бұрыш, кішкене лимон суын шырын құямыз. Сығып татымына қарай тұз саламыз. Енді араластырып аламыз. Ыдысымызға енді бір сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Үлкен крупный үкіштен өткіземіз. Сәбіз салатқа арналған. Ал енді бір қиярымызды да үкіштен өткізіп алатын боламыз. Төрт дана көк пиязымызды да ақ жерін турамаймыз, тек бізге көк жері керек. Көк пиязымызды салып аламыз. Үстіне жаңағы крабовый палочкамызды саламыз. Жарты банка кукуруз саламыз. Соевый соус саламыз. Бір қасық. Оливковый масламызды құямыз. 2 қасық. Енді барлығын араластырып аламыз. Ал достар, мен біздің салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Дәрменге бай, оңай. Қонақтар келгенде тез ақ дайын болатын салат. 5 минутта үйде жасап көріңіздер. Маған